Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін асқабақты духовка салып пісіретін боламыз. Өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жанар. Видеоның соңына дейін қарауды кеңес беремін. Ең алдымен асқабақты осылай ішінде дәнектердің бәрін алып, тазалап, жуып аламыз. Сыртында жақсылап жуу міндетті. Мен сыртын бәрін жуып алдым. Енді ішін тазалап, бәрін осылай 4 бөлікті етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Енді тағы да бір шайып аламыз. Табамызға пергамент қағазына, үстіне міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз. Осылай қойып шығып, кішкене ғана қант сеуіп, үстіне қантты өте дәмін келтіретін болады, немесе қантсыз жазсаңыздар да болады. Кішкене ғана ақ майдан құйып шығамыз. Ол біздің жаңағы кеуіп кетуден бетін әдемі етіп, жұмсақ етіп жылтыратып шығарады. Осылай ақ майды аз-аздан құйып шықтым. Осы ортада пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қызған пешімізге 40-45 минут пісіріп аламыз. Өте қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Міне біздің асқабақтарымыз дайын, енді пешке саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, әлі менде толық піскен жоқ. Өте қазір түрін уже пісетін уақыты жақындағанын білдіріп тұр. Міне достар, біздің асқабағымыз пісті. Өте жұмсақ, әрі пайдалы. Міндетті түрде күнделікті асқа қойсаңыздар, іштегі және шлактарды, токсиндерді шығаратын болады. Сіздермен болған мен Жанар.